Қазақ тілі маған ана сүтімен дарыған қасиет. Кішкентай кезімнен ең бірінші сөзім осы қазақ тілінде болды. Біз тұрған ауыл қазақ қаймағы бұзылмаған жер ғой. Викториямен сөйлескеннен кейін оны өзге ұлт өкілі ретінде емес, қазақ деп қабылдай бастадық. Себебі жаны қазақ, тілі қазақ. Ол тілді дамытуға арналған ешкімге ұқсамайтын ерекше жобалар жасады. Оның әрбір атқарған ісінен науқаншылдықты емес, шынайы жанашырлық пен риясыз махаббатты көресіз. Екібастұз қаласында мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту мақсатында біраз жобаларды жүзеге асырдық. Одан кейін өзге ұлт өкілдеріне енді ол хобби ретінде сондай бір әуес жұмыс деп айта аламын. Жаңағы тіл үйренемін деуші адамдарға жаңағы қазақ тілін үйрету бойынша сондай дәріс өткіземін. Жылы мәдениет тілдер дамыту бөліміне басшы болып келдім. Сол жылдан бастап Виктория Николаевнаны жақын білетін болдым. Ол кісі енді мына тілге қатысты шараларға белсене қатысып жүрген өзге ұлт өкілі болды. 2018 жылы бір сәті түсіп, сол кісімен кездесіп ұсыныс жасадым. Фильм жобасынан бастаған болатын. Фильм жобасын жүзеге асыру үшін ол кісі өзі тікелей біздің қазақ фильмға шығып, алтын қордағы 10 мемлекеттік тілде шыққан 10 бұрынғы, енді көне заманнан келе жатқан бұрынғы ескі фильмдарды да бар ішінде алып қалаға әкелді. Сол фильмдарды көрсетейікші деп. Алғашқыда өзімде таңғалғам, енді ол фильмдер арқылы біз не істей аламыз деп. Жоқ, ол кісінің өзінің сондай бір жақсы идеялары болыпты. Бізде мына өнер мәдениет сарайында залға экран арқылы жаңағы өзінің көрермен жинап, колледж студенттері болды, жалпы қаланың тұрғындары болды, жоғары сынып оқушылары болды. Сол фильмдерді көрсетіп, фильмнен кейін жаңағы көрерменмен сұхбат жүргізді. Тағы да бір жобасы қымбат маған салтым дәстүрім дегенде жобасы болды Виктория Николаевнаның. Ол жоба арқылы ол кісі маған былай айтатын, мен енді теория арқылы да жаңа әдіскер ретінде семинарлар, сондай дөңгелек үстелдер өткізіп жатырмын. Бірақ мына көп өзге ұлт өкілдері қазақтың салт дәстүрін кітап арқылы немесе мен лекциям арқылы түсінбейді ғой. Мен осы өзге ұлт өкілдерін ауылға апарсам қалай қарайсыз деген ұсыныспен келді. Сосын айттым, Виктория Николаевна, енді бұдан өзіңіз нәтиже күтіп тұрсаңыз, мен қарсы емеспін деп. Жаңағы ауылға бару мәселесін барлығын қарастырып, жан-жақты осы жобаны жүзеге асырдық. Виктория Николаевнаны осы жобалар арқылы ғана емес, жалпы осы жұмысқа тиянақты екенін жұмыс барысында байқадым. Ең басты, ол кісінің өзге ұлт өкілі болса да, енді өзі біздің мемлекеттік тілді құрметтейді. Негізі Виктория Николаевна жаңағы мемлекеттік тілді құрметтеп, тілде еркін сөйлеп, өз ойын білдіріп, біз қазақтар деген кезде тіпті қуанып қаласын жаңағы сөздерге. Сол айтқан кезде менің ойымша орыстар ғана емес, қазақтар да ойланып қалатын шығар. Неге мынау ұлты басқа, діні басқа адам тілді біліп тұр, неге маған үйренбеске дегендей. Кездейсоқтық жаңа армандарға жетелеп, өсуімізге ықпал етеді. Викторияның қазақ тіліне деген махаббаты өмірін өзгерткен, мақсаттарына әсер еткен құбылыс. Тілді жетік меңгеруі оның өмірлік жолын ашты. Негізі мен кішкентай кезімнен осы мектеп жылдарында маған көбінесе математикалық пәндер емес, гуманитариялық пәндер жақын болды. Өзім шығарма жазуды жақсы көретінмін. Сол енді басқа балалар сияқты педагог, ұстаз болам деген сонда менде арман болды. Бірақ 11-ші сыныпты бітіріп, ол кезде өздеріңіз білесіздер, грант, оқушыларға арналған кредит деген бір сондай нелер пайда болды. Бірінші жылы мен оқуға түсе алмай қалдым. Ол кездері осы Екібастұз қаласында Лабрис деп аталатын жекеменшік телеарна болды. Осы телеарнаның бастығымен жолығып, мені жұмысқа алыңызшы деп келдім алдына. Сосын ол кісі күлді де, алдымызға келетін кісілер көп. Осы телеарнаға түсем деген, сіз басқа адамдардан қандай ерекшелігіңіз бар деді. Бір-екі ауыз сөз қазақша айттым, күлді. Енді татар болғаннан кейін жаңа қазақ тілін түсінеді ғой. Мен айттым, енді орыспын, ұлтым орыс, бірақ Байнауылдың тумасымын, қазақша судаймын. Егер мені дикторлыққа алсаңыз, өкінбейсіз деп. Осылай жұмыс, еңбек өтілім
18 жасымда жаңағы телеарнада басталды. Кейінгі жылы, келесі жылы жаңағы өзімнің арманымды орындап, жаңағы Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтына түстім. Мен өзі артқа қарасам, осы Екібастұз қаласында тіл саласында осы биылғы жылдың қыркүйек айында істеп жатқаныма тура 20 жыл болыпты. Оның 10 жылы жаңағы радио журналистикасына, жаңағы телеарнаға, газеттердегі қазақ редакциясындағы жұмысқа арналды. Қалған 10 жыл осы кішкене өзімнің мамандығымды өзгертіп, басқа бір салада өзімді жаңағы сынап көрем деп ниетпен тіл біліміне осы оқытуға келдім. Көбінесе енді мектепте емес, мына өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін осындай оқыту жұмысымен айналыстым. Қазақ тілін үйренем дейтін өзге ұлт өкілдеріне жаңа қазақ тілін оңай үйрететіндей, оңай меңгеретіндей сондай өзімнің әдістемемді құрастырдым. Қазақ тілі бізге Қазақстанда не үшін керек? Қоғамда пайдалану үшін, яғни ауызекі стиль. Сондықтан да көбінесе ситуативтік қазақ тілі деген болады. Соны мысалы қоғамда жиі пайдаланатын жерлерде жаңағы керекті қазақ тілін осындай әдістеме методика әзірлеп, бір 4-5 жылдай осы бағытта жұмыс істедім. Негізі ел бойынша Павлодар облысы орыстанып кеткен мекен деген бір стереотип қалыптасқан. Мен ол стереотиппен келіспеймін. Павлодар өңірінде қазақ тілі мемлекеттік тілі бар. Себебі мына жақта Баянауыл тұрғанда, Екібастұз өңірінде қасиетті әулиелі Ақкөл тұрғанда неге бізде қазақ тілі жоқ? Жастарымыз қазақша сөйлейді. Қазақша жаңағы кластарға беретін отбасылар саны жыл сайын артып келеді. Сондықтан да қазақ тілі жаңағы Павлодар өңірінде бар. Ұстаздық пен аналықтың тізгінін қатар ұстаған Виктория отбасының ұйытқысы, тыныштықтың шырақшысы. Балаларының бойына қазақ жеріне деген махаббатты дарытқан аяулана, ардақты жар. Қосшыптың арасындағы сыйластық пен сүйіспеншілік сынды сұлу сезімдер сырт көзге бірден көрінеді. Игіліктің кілтін тапқан Виктория мен Василийдің қарым-қатынасы көп отбасыға үлгі. Құдайға шүкір 2 балам бар. Ең бірінші кезекте әрине енді қазақ мектебіне балаларында берудің бірден бір себебі қазақи тәрбие, инабаттылық, биязылық, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген бар қазақта. Егер осы қасиеттер өзге ұлт өкілдері бола тұра менің балаларымда болса, бойында, ана ретінде менде басқа арман жоқ. Енді бұл жерде жолдасымызбен қосылғанымызға 2-ақ жыл. Біз өзі 20 жыл таныс екенбіз. Ол кісі осы Екібастұз қаласында танымал дыбыс режиссері, оператор, видеоинженер деп айта аламын. Аты Василий Аваргин. Осы телеарнада жұмыс істеген кезімізде бірге таныстық. Жаңағы шығармашылық жұмыста бірге болдық. Ол мен тосты. Міне 2 жыл бірге тұрып жатырмыз. Жұмыс бабымен жүріп, осылай қосылдық деп айта аламын. Негізі мен жолдасым қызық адам, нағашылары қазақ, Баянауылдың тумалары, әкесі Мордова ұлтының өкілі. Сонда бұл өзі, біздің отбасымыз өзі аралас болып кетті, көп ұлтты. Өте кішіпейіл, еңбекқор, бір нәрсені аяқтағанға дейін дамыл таппай, соңына дейін жеткізетін бір қасиетін айтып, отағасы ретінде болып отыр. Хобби дегенде 2 хоббиім бар. Бірінші жаңағы өзімнің мамандығымен байланысты, жаңағы тіл үйрету. Енді бұл волонтерлық бір жұмыс деп айта аламын. Екіншіден менің жолдасым өте бір сондай кәсіпқой балықшы. Багажнигінде машинамыздың қашанда жаңағы қармақтары жатады. Бір жолмен келе жатқанда су қоймасын көре сала, тоқтап, сол жерге жаңағы қармақтарын салып, балық аулауды өте жақсы көреді. Осы 2 жылдың ішінде осы жолдасымның осы бір хоббиі жұқты деп ойлаймын, жұғысты болды. Сол отбасымызбен таза ауа құшағына шығуды жақсы көреміз. Әсіресе жаңағы өзіміз туып өскен Баянауыл мекені, сол жерде өте көп жаңағы су қоймалары бар, балықтары майлы, құнарлы. Сол жерде балық аулауды өте жақсы көреміз. Ана балықты қармаққа ұстап алғанда жеңдің деген бір сондай сезім. Бірақ оны мен ана несінен, ілмегінен аламда суға жүріп жерім. Мен аяйым ана балықты. Павлодар облысында қасиетті
және де табиғаты өте сұлу, керемет бір Баянауыл деп аталатын жер бар. Осы мекенде 1982 жылдың сәуір айында шыр етіп өмірге келіппіз. Негізі менің қызықты да думанды балалық шағым осы Баянауыл ауданына қарасты бұрынғы атауы Алексеевка, қазіргі Құндыкөл ауылында өтті. Негізі менің атам әжем өткен ғасырдың сонау 50-ші жылдары Қазақстанға Украина мен Ресейден тың жерлерді игеруге келген жас мамандар болды. Осы Баянауыл жері қасиеті ма, топырағы ма, суы ма ұнап, осы жерде қалып, отбасын құрып, тамырларын жайған. Менің отбасым қалаға қоныс аудару шешімін қабылдайды. Осылайша біз 92 жылы осы Павлодар өңіріне қарайтын кеншілер және энергетиктердің шаһары Екібастұз қаласына көшіп келдік. Отбасымызда қазақ тілі артықшылықты болғаннан кейін ата-анамда қызын қай тілді мектепке беру сұрағы тұрған жоқ. Осында Екібастұз қаласында жалғыз екінші қазақ Абай атындағы орта мектебі болды. Сосын тәуелсіздіктің таңы атып, тәуелсіздік алғаннан кейін осы Екібастұз қаласында үлкен бір сондай айтулы шара болды. 22-ші Сұлтан Махмұд Торайғыров атындағы қазақ мектеп гимназиясы ашылды. Осы гимназияның табалдырығын аттап, осы білім ошағында білім алдым. Сейітова Гүлбаршын Арқалық қызы деген менің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің ұстазым. Ол кісі тек қана ұстаз емес маған, ол кісі менің жерлесім болады. Баянауылда Жаңажол деген ауыл бар, Алексеевканың дәл қасында. Сол Жаңажол ауылының тумасы ол кісі. Содан кейін енді осы мектепке келгенімде өзінің бауырына басты сол кісі. Мені былай орыс деп шектеткен жоқ. Орыс қызы, көк көз деп, сары қыз деп шектеткен жоқ. Бүгінгі күні осы менің тіл саласында жүргенім осы кісінің арқасы деп білем. Өйткені маған сол 5-ші сыныптан бастап қазақ тілі мен әдебиетіне деген сондай бір махаббатты, сүйіспеншілікті оятқан дәл осы кісі. Егер мұғалім өн бойына, өз ісіне және шәкіртіне деген сүйіспеншілікті жинақтаса, ол нағыз ұстаз деген екен орыстың ғұлама жазушысы Лев Толстой. Викторияның бағына орай осы ізгі қасиетті бойына дарта білген кемел ұстаз жолықты. Біздің мектебіміз сол тәуелсіздікке шашылған шашудай болып, 92 жылы ашылды. 11-ші сынып ашылған. Жан-жақтағы орыс мектептерінен осы мектепке балалар ағылып келе бастады. Виктория 2-ші сыныпқа келген болатын. Қазақтың қарагөз қыздары, қара домалақ ұлдарымен бірге көзі көк, сап-сары осы қыздың келгені әлгінге дейін есімде. Келген күннен біз Викторияны өзге ұлт өкілі екен деп қабылдай алмадық. Өйткені қазақша сөйлейді. Өзінің биязылығы, өзіне тән бір қылықтары болатын, айтқан істі екі етпей орындайтын. Және осы есімдегі Виктория туралы айтатын болсам, біз Вика дейміз өзі. 7-ші сынып оқып жүргенде қолына домбырасын алып, тамаша деген әнді айтатын. Ұзын, желбірек, екі бақай қос етек бар, ақ көйлек, қызыл жилеткесі бар, оюланған. Соны киіп ән айтқанда бәріміз тамсанып Викторияға сүйсіне қарайтынбыз. Бүгінгі таңда өзге ұлт өкілі мектепте оқып жатыр деп, жанталасып жүгіріп жариялаймыз. Виктория бізге өзінің өзге ұлт екенін білдірген де жоқ. Себебі өзі қазақ тілінде сөйлейтін. Қандай іс болса да асқан жауапкершілікпен орындайтын. Қазақтың әдет ғұрып, салт дәстүрін өте керемет білетін. Викторияның ұлты орыс болғанымен, жүрегі қазақ деп соғады. Қазақтың дәстүрін дәріптеп, салтын ұстанады. Ұлттық тағамдарды да өзі сүйсіне дайындайды. Киелі әулие бабамыз, Мәшһүр бабамыздың қонақ үйіне келіп, бауырсақ пісірудің өзі үлкен ырым деп санаймын. Әрбір қазақтың қыз келіншегі осы Виктория сіңілім сияқты керемет бауырсақ пісірсін деп тілеймін. Қамыр жақсы көтерілді, майымыз қайнады.
Баянауыл өңірінде мәшһүр Жүсіп Көпейдің шарапаты тимеген адам жоқ шығар. Исі қазақ оны төбесіне көтереді. Оның болашаққа жасаған болжамдары мен білімі жалпы адамзатқа ортақ байлық. Әулиеге арнап тұрғызылған кесененің басынан адам арылған емес. Тәу етіп келушілердің қарасы ешқашан үзіліп көрмепті. Викторияда мәшһүр Жүсіп Көпейді ерекше құрметтейді. Оның өзіндік себептері де жоқ емес. Бүгінде Виктория ұлы бабамыздың кесенесіне зиярат етіп келді. Ес білгелі өзі кішкентай кезімізден менің есімде қалғаны біздің үйдегі мына қонақ бөлмесіндегі төрде осы әулиелігі дарыған дара тұлға, ойшыл, фольклорист, ақын, қазақ халқының мәдениеті мен әдебиетінің сондай бір ірі өкілі мәшһүр Жүсіп Көпеевтің суреті ілулі тұрды. Әлі де ілініп тұр. Сонау кеңес үкіметі кезеңінде жылдарында Баянауылдың қай шаңырағына кіріп келсенде атамыздың суреті ілулі тұратында. Сол есімде қалды. Енді бүгінгі күні мына тәуелсіздік жылдарында бұл кісінің жаңағы еңбектері еленіп, Екібастұз қаласынан бір 80 шақырым жерде осы атамыздың қазіргі кезде үлкен кесенесі бар. Біз енді осы кісінің жерлесі болғаннан кейін жыл сайын да жылына бір-екі рет осы кісінің басына барып тұрамыз. Негізі осы кісінің қасиеттілігіне, әулиелігіне өз басым өте қатты сенемін. Өзі сол жерге келгенде бір жаңағы ауырғысы өте бөлек бір жер. Маған ұнайтыны ауасы, ауаның тазалығы, бір сондай бір самал жел, леп. Үнемі сосын осы кісінің жаңағы кесенесінде қарлығаштар ясалады. Осы ұнайды маған. Қазіргі ұрпақтың енді басты міндеті меніңше осындай адамдардың жаңағы басына барып, құран бағыштап, тағзым ету, зиярат ету ол біздің енді міндетіміз. Сәті түсіп, осы атамыздың басына келдік, құран бағыштап. Бұл кісінің шығармашылығы өте бай, әлі де болса зерттеп оқып келеміз. Маған осы кісінің 5 қымбат атты керемет өлеңі өте қатты ұнайды. Ең әуел керек нәрсе иман деген. Ақырет істеріне инан деген, Құдай кешірер дегенмен іс бітпейді. Иман шартын білмесе есен деген. Екінші керек нәрсе ғақыл деген, ғақылсызда таупық жағы тақыр деген. Аз іске ашуланып дінін бұзар, иманын кәпірлікке сатар деген. Үшінші қымбат нәрсе сабыр деген, сабырлысы мұратын табар деген. Әр істе сабырсыздың тәубе зорлық, сабырсыздық басқа бәле салар деген. Төртінші қымбат нәрсе шүкір деген, нығыметке шүкірсіздік көпір деген. Жатқан жерден Құдай кешір деген, қорлық себеп іздеп тура жолмен жүгір деген. Бесінші қымбат нәрсе әдеп деген, әдепсізде иман тұруға жап деген. Кәпірлік әдепті де тұрмағандай, әдеп деген махаббатқа себеп деген. Әр адамның бойында болу керек отансүйгіштік деген қасиет. Мен өзімді патриот деп айта аламын. Мен өзі айтып отырмын ғой, өзі кішкентай кезімнен қазақ ортасында, қазақ отбасында жүрдім, есейдім, тәрбиелендім. Ешқашанда осы қазақ елінен, қазақ халқынан қандай да бір жаңағы шектету, бөлшектеу дегенді көрген жоқпын. Өзімді жаңағы сол қоғамның лайықты азаматшасы ретінде сезінем, әлі де сезінем. Елімді өте сүйемін. Егер мысалы менің еңбегім бағаланып жатса, пайдам осы елге келіп жатса, одан асқан мен үшін бақыт жоқ.